Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен қазақтар мен түркмендердің шапқыншылық жасап, парсылар мен орыстарды 19 ғасырдың соңына дейін құл қылып сатқандығы жайында айтатын боламын. Достар, егер сіздер YouTube'тан айына 1 миллионға дейін табыс тауып үйренгілеріңіз келсе, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Ежелден бері көшпенді қазақтар Мәуереннахр аумағына өз ықпалдарын тигізіп отырды. Ол жайлы алдыңғы видеоларда айтып өткен болатынмын. Хиуа тағында көптеген қазақтар отырды, бірақ жергілікті хорезм ақсүйектері олардың ықпалын жойып, өз тәртібін орнатуға тырысып отыратын. Сол үшін қазақтар көмекке түркмендерді шақырды. Түркмендермен ортақ тіл табысқан Хиуадағы қазақ хандары олармен өте тығыз қарым-қатынаста болып отырды. Теңіз жолдары мен жаңа материктердің ашылуына байланысты Ұлы Жібек жолы құрдымға кетіп бара жатты. Бұрынғыдай сауда болмай, Хиуаның экономикасы құлдырады. Сондықтан қазақтар мен түркмендер пайда табудың басқа жолдарын қарастырды. Бұл әрқашан сұраныста болатын құл саудасы еді. Орта Азиядағы негізгі құл базарлар Хиуа, Бұхара, Көне Үргеніш, Ханка секілді бірқатар қалаларда болды. Қазақтар Ресейге шапқыншылық жасап орыстарды әкелсе, түркмендер Иран аумағына шапқыншылық жасап парсыларды әкелді. Әсіресе біз Ираннан келген құлдардың жағдайын Орал қазақтардың полковнигі Хорошкин Александр Павловичтің Түркістан өлкесіне қатысты мақалалар жинағы деген жазбасынан қарап біле аламыз. Түркмен баскесерлері аламан деп аталды. Олар кенеттен шауып барып жолда кездескен парсыларды талғап жатпастан жұлып кететін. Бізге жеткен деректе 1863 жылы түркмендердің Мервке жасаған шапқыншылығында 40 мың парсының қолға түсіп жеткізілгені айтылады. Қазақтар парсы құлдарды дұғыма деп атады, ал түркмендер оларды қойлар деп атайтын. Түркмендер парсыларды алып келе салысымен Хиуа саудагерлері сатып алатын. Жас қыздар мен кішкентай балалар жоғары бағаланды. Қыздар мен әйелдер күң болды. Ең сұлу қыздарға сатып алушылар өздері үйленіп те алатын. Ал кейбірі үй жинаушы, бала күтуші болды. Ал еркек құлдардың жағдайы мүлдем адам төзгісіз болды. Хорошкин оларды моральдық депрессияға ұшыраған, жұмысқа жегілген мал секілді, тек сырт бейнесі ғана адам сипатын береді деп сипаттады. Олар күні бойы егін шаруашылығында жұмысқа салынды. Кешке шынжырларда қамалып ұсталды. Қашқандарды мүлдем аямайтын. Қашып бара жатып қолға түссе, жаза ретінде мұрны мен құлағы кесілетін. Сонымен қатар өкшесі кесіліп, жылқының жалы жапсырылатын. Одан кейін адам өкшемен жүре алмай, тек аяғының ұшымен ғана жүруге мәжбүр болды. Тіпті қашып еліне оралғандардың өзі кейде басқа шапқыншылықта қайтадан құлдыққа түсіп қалып жатты. Түркмендер парсыларды құл қылып алып келіп жатқанда қазақтар құл базарларды орыстармен толтырды. Қазақтар Сібірге тоқтаусыз шабуылдар ұйымдастырып, мыңдаған орыс қазақтарды тұтқындап алып келді. Қазақ хандығына жіберілген орыс елшілері Феодор Скибин мен Матвей Трошин келтірген деректе 1694 жылы Бұхарада 1000-нан аса орыс, Хиуада 2000-нан аса орыс құлдықта жүр. Бұларды көшпенділер орыс мемлекетінен қолға түсіріп алып келген деп айтты. Орыс құлдар парсылардан көрі жоғары бағаланып, бағасы қымбат тұратын, себебі Мәуереннахр халқы үшін орыс қыздары экзотика болып көрінді. Сондықтан қазақтар түркмендерден көрі қымбатқа сатып отырды. Тек жоңғар шапқыншылығы қазақтардың орыстарға шабуыл жасап, құлдыққа айдауын саябырсатқанмен, кейін қазақтар жоңғар хандығын талқандаған соң орыс құлдарды қайта тасымалдай бастады. Әсіресе Қазақ-орыс соғыстарында тұтқынға түскен орыс әскерлерін өлтірмей сатып жіберіп отырды. Орта Азиядағы құл саудасы Ресей империясының басып алу нәтижесінде тоқтатылды. Бірақ түбегейлі жойылу үшін де біраз уақыт қажет болды. Құлдықта болған парсылар мүмкіндігі болғандары елге қайтса, біразы қалып, кейін өзбектердің арасында сіңіп кетті. Өз кезегінде Әмір Темір де Үндістанға жорығында көптеген адамдарды құлдыққа айдап әкелген болатын. Қорытындылап айтқанда, орта ғасырдан бастап 19 ғасырдың соңына дейін қазақтар мен түркмендердің қазіргі Өзбекстан аумағында құл базарлар ұйымдастырып, тоқтаусыз орыс парсы құлдарын тасымалдауы өзбектердің этногенезіне үлкен ықпал жасады. Достар, сондай-ақ менің телеграм каналыма тіркелулеріңізді өтінем. Мен ол жақта қазақтардың және басқа да түркілердің Иранды басып алған кезеңдерін атап көрсеттім.